Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге қыс мезгіліне арналған заготовка жасайтын боламыз. Яғни қазіргі уақытта бізде актуальны помидорлар өте арзан бағада және өте тәтті, натуральны, яғни қазіргі уақытта қыс мезгілінде тоже табуға болады дәл осындай помидорларды, бірақ бағасын 2-3 есеге. Сондықтан қазіргі уақытта мен сіздерге бір жақсы способ көрсететін боламын. Тамаққа арналған, яғни табиғи приправа деп атаймыз оны. Бізге керекті ингредиенттер ол бізде пияз, 4 пияз, 3 сәбіз, чеснок, 4 помидор және тәтті бұрыш. Негізі тәтті бұрыштан 2-3 қажет болады. Менде тек үйде біреу ғана бар, сондықтан қасына бір полугорки перец қостым. Енді қазір осылардың барлығын турауын көрсететін боламын. Турап аламыз. Осындай салафан алып аламын да, барлықтарын қазір сырттарын ашып шығамын. Әрине, ол бірінші бізде пияз. Пияздан бастаймын. Кездегі бір процесс, егер көзіңіз ашып жылайтын болсаңыз, осындай бір стакан су ішіп алып, пиязды ашу керек, сол кезде көздің ашуы бірден тоқтайды. Так, ол бізде сәбіз. Сәбізде бізде средний болса, 3 штугын аласыздар и ашамыз. Келесі ол бізде перец, тәтті бұрыш. Енді осылардың барлығын қазір сумен жақсылап жуамыз. Пиязын турап болдым, енді пиязымды саламын. Пиязын суы тартылғанша қуырамын. Пиязын қуырылып болғанша мен қазір енді пиязымызды теркадан өткізіп алатын боламын. Терка менде обычный терка, осы жуан жағымен тікізетін боламын. Пиязды турап болдым. Та-дам! Пиязымыз осылай аламыз. Бұл жерде бізде 3 пияз. 3 пияз. Қазір осы суы шығып, қуырылып жатқан біздің сәбізіміз, пиязымыз, пияз сәбіз етін ғой. Пиязымыздың үстіне саламыз. Келесі этап ол бізде помидоры. 4 помидор бар, примерно осындай көлемде. Енді 4 помидорымызды қазір турайтын боламыз. Так, 1, 2, 3, 4-шісі. Так, 4. Келе будешь, Амина? Қарны ашқан жоқ па? Ортасындағы бөлігін алып тастаймын. Ыдысында ауыстырайын ба? Мне кажется, ыдыс ауыстыру керек сияқты маған, потому что мен қазір помидор салсам симайды. Сондықтан мен қазір ыдысында ауыстырып аламын. Дефилдің несі бар. Неда? Кастрюля. Осы кастрюльге ауыстыратын боламын. Потому что мен помидорды салсам, уже помидорым сыйлай қалай деп тұр. Септине. Обычно тамақта сковородкада семін, из-за этого. Так, кастрюльге ауыстырып алдым. Өйткені бағанағы сковородкаға симайды. Енді мен қазір помидорымды салдым. Енді барлығын осы помидормен жақсылап араластыратын боламын. Так, огоньды кішкене көтерейік. Так, менде енді чеснок и перец қалды.
Қазір осы тәтті бұрышымды тураймын. Тәтті бұрыш негізі көбірек салғандарың дұрыс болады. Менде осы бұрышты тұрғандықтан амал жоқ, саламын осыны. Тәтті бұрышымды турап жатырмын. Чеснокты можно майдалап турауға. Неге бетім жартылай көрініп тұр. Чеснокты можно майдалап турауға, немесе теркалап өткізуге. Мен теркалап өткізетін боламын. Чуть-чуть вот так. Все равно, да? Так, теперь где мелкие. Теркадан өткіземіз. Салыстырамыз. Дәміне қарай, кішкене побольше. Жарты ас қасықтай қосатын боламын. Бұрыш қостым. Енді бұрыш қосатын боламыз. Қара бұрыш, кәдімгі қарапайым. Кішкене ғана көлемде, қатты көп қоспаймын. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Примерно енді 20-30 минуттай жай отқа қойып қоямыз. Мен секунда таймерға қойып қоям. Біз 30 минуттай таймерға қойып қойдым. Жай отта 30 минуттан кейін біз тағамызды өшіріп, салқындатып қоятын боламыз. Дальше процесті көрсетемін. Достар, менде бұл 30 минуттай тұрды. Одан кейін бөлек суытып қойдым. Суытқаннан кейінгі қазір осындай болып тұр. Енді біз осыны қазір барлығын блендерда езетін боламыз, бір түсті болғанша. Бізде қазір барлығы жібіп, өте әдемі болып тұр. Қазір блендерға езгенді көрсетем. Осындай блендер. Осы блендерға қазір барлығын салып езетін боламын. Менде осы блендер, мен қазір 2-ге немесе 1-ге қойып, осы біздің жасап алған подливімізді бір түсті болғанша айналдырам. Мұнай посудалар бар, специально. Формочкалар. Бұл негізі кекстің формасы. Осыған мен қазір жасап алған біздің сұйықтығымызды құятын боламын. Қазір көреміз. Қойдым осылай. Енді мен бұлардың барлығын морозильникке жіберемін. Және қатқаннан кейін барып арғай процесті көрсетемін. Барлықтарыңызға үлкен сәлем. Мен қазір кеше жасаған маринадты холодильникке салып қойдым, морозильникке. Қазір морозильниктен шыққан кезде осындай силиконды ыдыстарға салдым. Қазір барлығын алып, енді біз вакуумдайтын боламыз. Өте оңай. Алған кезде осылай. Осындай соус болды, получается. Тамақ жасаған кезде де осыны біреуін қоса саламыз. Енді қазір осылардың барлығын осы вакууматорда вакуумдайтын боламын, және бірден морозильникке жіберетін боламын. Мен осындай вакууматор алған болатын, бай елдікі бренд. Өте қатты ұнады. Осындай 50 штук салафанмен бірге келеді. Бағасы 9999 теңге. Вроде жақсы. Бұл жерде запайка, крупы бар, яғни влажный, сухой, барлық вакууматор жайлы мен сонымен қатар толығырақ Instagram парақшамда бөліскен болатын. Міндетті түрде мен Instagram парақшама жазылып қойыңыздар. Егер жазылмаған болсаңыздар, сол жерден толығырақ көре аласыздар. Толық информацияны қазір мен сіздерге тек қалай жасалу жолын көрсетемін. Так, салафанмен пакет алайық. Саламыз. Салфет болады. Үштен можно қатыруға бір пончик салайық. Үшеуін салдым.
вакууматорымызды ашамыз. Соған салған кезде осы ішіне кіргізіп саламыз. Қатты жабамыз. Вакуум деген режимді басамыз. Біздегі артық ауасын барлығын сорып алады. Вакуумдап алдық. Енді мен қазір ыстықпен осы пакеттің бетін жабатын боламыз. Ол үшін запайка деген режимді басамыз. Сол кезде біздің пакетіміздің аузы ашылмайтын болады. Осылай қалғандарын барлығын поэтапно жасайтын боламын. Міндетті түрде вакуумдау міндетті емес. Бұл приправаларды сіздер обычный целлофанға да салып, бірден морозильникке жіберсеңіздер де болады. Достар, мысалы сіздер кез келген тамақ жасайын деп жатсыздар, ол үшін бірінші сковородканы аласыздар. Оған, например, бірінші алдымен пияз, сәбіз, май, соларын құясыздар ғой. Бұл жерде егер сіздер дәл осындай приправа жасап қойсаңыздар, олардың ешқайсысын қосудың қажеті жоқ. Бірден, яғни осы приправамызды саламыз. Қазір огонь толтырып, приправамызды саламыз да, бірден ішіне кішкене көлемде ғана су құйып, осыны ерітіп аламыз. И осының үстіне можно бірден жаңағы немесе алдын ала сіздер мысалы етті қуырсаңыздар, еттің үстіне осы приправаны салып, дальше қуыра тамақтарыңызды істей берсеңіздер болады, тамы өте күшті болады. Яғни пияз, сәбіз дополнительно қатты қосудың қажеті жоқ, өйткені осының құрамында бар. Достар, мен только что приправаның үстіне кішкене көлемде су қостым. Енді осылай біздің приправамыз еритін болады, и бізде дайын соус пайда болды. Етті қуырған кезде, етті қуырмасаңыздар, кез келген макарон болсын қуыратын болсаңыздар, картошка қуыратын болсаңыздар, дәл осы приправаны қосып жіберіп, ары қарай процессті істей берсеңіздер болады. Яғни жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Толықтай еріді. Қараңыздар, қандай қою түске айналды. Енді осының үстіне, например, макароныңыз болсын, картошкаңызды болсын, барлығын қуырып пісіре берсеңіз, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, қайталап көріңіздер, қандай әдемі болды. Достар, осымен біздің рецептіміз аяқталды. Рецепт түрде рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, каналыма жазылыңыздар, және міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер, қысты күні рахатын көретін боласыздар.